Sayın dostlar, domalak pasta kalaysında bugün biz pişinka pişirетін bolamız. Ya dostlar, bugün biz pechene pişirетін bolamız. Bunday video bizde әлі болмаған, ерекше форматтағы видео. Bugün biz Adikon екеуміз pechene pişirетін bolamız. Қазір сіздерге ол pechene үшін не керектігін көрсететін боламыз. Ya. Al dostlar, birinchisi bizga idish kerak. Достар, бізге ең алдымен ыдыс керек. Осыған барлық заттарды салып, печеньямызды осы ыдыста жасайтын боламыз. Сіздер кез келген осындай бір ыдыс алсаңыздар болады. Ал бізге тамақтардан керек зат ең алғашқы ол бізде жұмыртқа. Бір штук жұмыртқа жетеді. Қазір біз осы жұмыртқаны осы ыдысқа сындырып салатын боламыз. Енді біз дейтін сахни пулда себетін боламыз. Енді біз кішкене тоспен себетін боламыз. Кішкене тұз себеміз. Енді оның үстіне май құямыз. Енді біз осын бәрігін ауастыратын боламыз. Ал достар, бізде осылай шығып жатыр. Енді оның үстіне ұн себіп араластыратын боламыз. Ал достар, бізде осылай тесто шығып жатыр. Қазір осы тестаны дөңгелек пішімді қылып печень жасайтын боламыз. Достар, бізде осындай нежный, әдемі пластилин сияқты күшті тесто шығу керек. Осыны біз тестамыздың кішкене бір бөлігін алып, дөңгелектеп, май жағылған ыдысқа барлығын қойып шығатын боламыз. Міне достар, бізде осында печенькалар шықты. Достар, бізде осындай 17 штук печенье шықты. Енді біз осы печеньяны 180 градуста ысып тұрған пешке салатын боламыз. Ал достар, міне біздің печеньелеріміз пісті. Қазір осы ыдыстан алып, Adikon екеуміз жеп көретін боламыз. Сіздерге және дәмі қандай екенін айтатын боламыз. Ал достар, біздің печенькамыз осылай шықты. Міне достар, бізде осылай көп шықты. Қазір Adikon жеп көріп, сіздерге қандай екенін айтатын болады. Дәмі қалай екен? Күшті, Міне осылай шығады печеньелеріміз. Міне достар, осылай бізде жұмсақ болып, күшті болып шығады. Сіздер де біздің рецепт бойынша пісіріңіздер. Рецепттің неше мөлшер керектігін барлығын біз описаниеге қалдырып кететін боламыз. Ал достар, біздің осымен видеомыз, осындай печенье жасаған видеомыз аяқталады. Сіздерге видео ұнаса бізге лайк басып, комментарий жазып, бізге тіркеуді ұмытпаңыздар. Достар, бізге обязательно тіркеліп, осы рецепті сохранить етіп қойыңыздар. Ал достар, сіздерге видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Барлығыңызға Пока!